Хабар агенттігі өздеріңіздің сүйікті бағдарламаларыңызды ұсынады. Пайдалы кеңестерімізбен бөлісуге қашанда дайын. Біз эфирде білгенге маржан. Бүгінгі бағдарламамыздан көретіндеріңіз: қараймаудың құпиясы, жастық эликсирі қайда бар? Бұзақы көрсең қашасың, ал қаша алмасаң қайтесің? Бұл балғаймақ, қай балғаймақ? Бұл балғаймақ, балғаймақ. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қартаймай, осындай жас қалпымызда жүру бәріміздің арманымыз. Бірақ арманның есісі бар, есері бар дегендей. Бұл өзі 100% орындалу мүмкін емес көксеу. Бірақ енді бұлай ептеп, біраз уақыт жасырақ көрінуге қазір мүмкіндік көп қой. Қайсы бірін айтайын? Мысалы, әлемдегі ең алғашқы модельдердің бірі Кармен де ла Рефис. Сұлуың 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін-ақ манекен болып жұмыс жасаған. Ол кезде модель деген сөздің өзі қолданыста болмапты. Биік тақалы туфлимен өлгісі келетін Карменнің жасы қазір 80-ді таяпты. Ал келесі Сомалилік Иман атты мына 58 жасар тырнақша ішіндегі қыз әлемдегі қартаймайтындар қатарында. Оның сырын күннен қорғайтын жақпа майлармен және косметологқа жиі барумен байланыстырып тару. Батыстың сылқымдарын былай қойғанда өз арамызда да бар түрі жас ханымдар. Солардың бірі белгілі әнші Нұржамал Сенбаева. Оның да қызымен түскен суретінен анасы қайсы, қызы қайсы ажырату оңай емес. Негізі мұндай нәзік жандылар көп ақ, бірақ сіздер мәңгі жас болу тек әйелге ғана тән екен деп ойламасын деп, бір-екі ер адамдарды да мысалға келтірейін. Жаһанға аты мәлім Стинг деген рок жұлдызының да қартайып қарны шығып болмаса десі бүгіліп тұрған ештеңесі жоқ. Жасы 68-ді ақ дегім келеді, бірақ ол жақтың көп кісісіне қарағанда Стинг бір әйелмен ұзақ жылдар бойы отасып 6 балаға әке болған адам. Негізі шетелді айтса, кейде онша сенің кіремеймін, өйткені оларға пластикалық операция жасау тамақ істегеннен де оңай. Ал енді жасушасында бір түйір жасандылығы жоқ қазақ халқына оралса. Мына кісі баршаңызға таныс қой. Өз елім деп аспандата ән шырқап жүрген Нұрғали Нүсіпжанов 76-ны бағындырған. Қимылы ширақ, өзі жас жігіттей жеңіл ағамызға көз тимесін дей отыра, мен студиямызға тағы бір жап-жас атаны шақырмақшымын. Ал енді қызықты әңгімемізді Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Кенжеғали Мыржықбай ағамызбен жалғастырайық. Өйткені бұл кісі, міне, 60-қа келсе де қарын жоқ, жіптіктей жас жігіттерге, негізінен жас жігіттермен жарысуға да болады сізбен. Енді біз жаңағы жастық формуласын айтып жатырмыз. Қалай өз-өзімізді ұстаймыз? Мысалы, сіздің жасыңызға келген біздің ағаларымыз көбінесе жаңағы қарындары бұлай, кішкене әрең қозғалып келе жатады. Сіз енді бір кәдімгідей жас 25-тегі жігіттей атылып шықтыңыз студияға. Енді сыры неде? Тағамдарда ма? Әлде сіз сондай бір білмеймін, енді бір қазір не бір дәрілер бар ғой, дәрі ішесіз бе, сіз не істейсіз? Мысалы, таңертең тұрам, өзімше движение жасаймын 15-20 минут. 15-20 минут таңертең, таңертең. Шайымды қойып қоямын, иә. Оның кейін өзім ішетін тамағым бар. Осы тамаққа қатысты. Мысалы, жаңағы мен дәрігерлерге айтқан кезде сенікі дұрыс емес, кофе, конфет, кофе, шоколад деген мысалы да. А сіз қалай тамақтанасыз? Жоқ, мен мысалы бала кезімнен, орысша айтады, как себе помню дейді ғой. Бала кезімнен тәтті жейтім. Мысалы, үлкен кісілер білер, шақпақ қант деген болды. Иә. Соны ертіп жасайды ғой. Оны кеседі, ана несі бар өзінің кәдімгідей процедурасын бүйтіп неменен қысқаш сияқты өзінің несі бар ғой. Сонда ана қантты көрсем жей берем. Шешем ақырын білдірмей мынаны тығып отыратын. Әлі күнге дейін тәттісіз тамақ іше алмаймын. Не қолданасыз? Мысалы, таңертең болсын, түсте болсын тәтті жеймін. Бір күн ана жеңгеңіз біздің үйдегі балконда 49 банка 2 литр мен 3 литрдің варенье жасапты. Оның ішінде әртүрлісі бар енді. Өрігіде бар, смородинасы бәрі бар. Соны осы кез ғой енді. Октябрьдің келін жасаған. Сол 49 банканы апрельге дейін жеп бітірдім, жалғыз Енді сұрақ, тәттіні көп жемеңдер дейді диетологтар. Ол тұрған жаңағы сенің артық салмаққа апаратын бірден бір жол деп айтады. Сіз мына енді қарын шығармай, қалай өзіңіздің формаңыз ұстап тәттіні көп жейсіз? Тәтті миға мысалы үлкен не береді дейді, энергия береді, кәдімгідей. Иә, енді шоколад та жақсы дейді. Шоколад та жақсы, бірақ мен тәттісіз өмірім тәттісіз шай іше алмаймын. Жаңа айттым ғой. Бірақ кейбіреулер әлгі мен ашты жегім келмейді мысалы. Ашты жегім келмейді. Тұзды азайтамын. Тұзды әлгі орысша айтқан белый смерть дейді ғой. Бүйрек әсері бар, суды жүргізбейді, бауырға да дегенде тұзды азырақ жеймін. Өзімнің режимім бар. Таңертең әртүрлі каша мысалы. Әртүрлі каша жеймін, жеңіл жерпі.
Содан кейбіреу сағат 1 болмай тамақтанып жатады ғой. Өзім де үйреттім. Әлгі былай нетемдім, банкеттерге келгенде Кенжеке көзіңмен көрдің, тойдың бітті. Бірақ тартып тұрады. Оны өзін әлгі не деуші еді әлгі сила воля дейді ғой. Енді ол программа бар ғой. Соны таңертең бір ішіп алдым, физиотерапия жасадым, қыздардың кішкене аппетитін. Сол түстен кейін 3-4-тің кезінде, әрі кетсе 5-6-тың кезінде жиын болды. Мен су ішкім келеді. Кейде бір тойып, мысалы, болады, қонаққа мен көп қонаққа барғым келмейді. Одан көрі репетиция жасап, концертмейстердің дауысын қырнап, репертуарын бет, одан көрі 1-2 сағат жүріп алып, жүгіріп алған, мысалы, бассейнге барған жақсы көрем. Тренажерныға барсан қандай тамаша, бүкіл денең қуанады, мына тамырларың, бүкіл мына иықтарың бәрі қозғалып, кәдімгідей жақсы ұйықтайсың. Сіз енді мысалы айтып жатсыз ғой, таңертең тұрғанда 15-20 минут қыздырнам денемді деп. Енді ойлау мүмкін ғой, сіз мысалы қазір 60-қа келдіңіз, оның бір ерекше жаттығулары бар шығар деп ойлау мүмкін. Сіз 1-2 жаттығуды көрсетіңізші, мысалы қандай жаттығу жасайсыз? Әртүрлі жаттығулар, мысалы иықтың, дененің әр түрген мына жер шешініп көрсетіп жатпайын. Жаңа айттым ғой, кішкене тізе 50-ден жүйрік аяқтан кетті дейді, көбі мысалы тізеден үлкен кісілерде отыр. Сол кезде таңертең міндетті түрде мынау тізеге міне. Осы жаттығу жасау керек. Мынау міндетті. Қанша жасайсыз бұл жаттығу? Мен бір 10 минуттай бірнеше минуттай жасай, мына өзі білінеді. Қызып кішкене. Оның кейін жүргенге де жақсы. Көбі мынау енді біз бала кезімізде енді аяқтан сіз өтті, боранда жүрді, аязда жүрдік, етіктен табаннан кетеді. Табаннан кетеді. Сол енді ол кездерде носкиде жоқ, шұлғау киеміз, жасыратын жоқ. Содан ба көп біздің қазақтардың көп осы тізеден. Сосын мына белді не істейсіз? Белден деген жүз үлкен белгі түрлі бұлда керек движение мынаныңда. Қайқайым движение. Онген жатып тұрып кәдімгідей небір нелер буынға жасайтын, сонда өзің сергек жүресің. Сіз музыка қосып қоясыз ба таңертең? Жоқ, қоспаймын. Музыкадан жалығам, өйткені ана 2-3-4 сағат репетициядан келгенде үйде ән айтпаймын. Музыка тыңдағым келмейді. Мысалы, мына дауыс пердесі шаршайды. Кейбіреу қонаққа барасың. Келеді, қазы қартасы бар, бір уақытта беш бұрмағына келеді, иісін аңқытып, сарала тұздығыменен айда жейді, арақ ішеді. Арақ ішкені адам аппетитті ашады ғой. Одан кейін жей береді. Маған айтады, кейбіреулер тиіседі. Мысалы, ішіп алған адам мен ішпеген адам психологиясы басқа. Немене, өлең айтады, мен айтым, дастархан басында айтпаймын, мен дайындалым, мен кәсіби әншімін. Мен сахнада ғана айтамын дейсіз. Осын сахна 1 сағат, жарты сағат қыздыруым керек. Мен дауысым. Ол келмей. Мен бүгін мысалы 3 сағат дайындалып келдім, енді бір күн демалу керек дауысым. Музыканың бәрін ұмытуым керек, сонда ертеңде таза шығады дауысым. Енді сіз енді мына дәрілерге қатысты айтыңызшы. Біздің қолданатын дәрілеріміз көбінесе бас ауырса да, іш ауырса да. Енді кейде мынау өзім мына бокспен шұғылданғанмын. Боксер болдым. Енді бала кез ғой. Содан мына енді жас кез ұрады, соғады, білмейсің. Алматы консерваторына келдім, Семейде бокспен дайындалып жүр. Бірін Бекен Жылыспаев деген профессор бар. Соған мұғалімім айтып барды. Бір айттым, 2 айттым, мына жерім көкпен-көк келеді. Ерінің тілініп келеді, кейде болады ғой, бокс қой. Онген айт шырағым, не консерватор, не бокс. Екеуін біреуін тыңдады. Соң қалдым. Соң жас келе-келе, мына мұрын біте бастады. Гаймар әлгі мына кей суық па, суық тисе мұнаның ішіне кіріп кетеді, сорып алады ғой әлгі нелерін. Уже кішкене суық тисе одан бітіп қалады. Барып сол 50-47-48-де барып операция жасатып тастадым. Сонда мынандай хряш дейді ғой, 3-4 хряш алды, шеміршек майысады ғой. Онан кейін мына ішіне біткен мынандай атростық дейді. Қан айналып нетіпсі бітті. Сонда айтты ғой, ана профессор, айналайын, не то что петь, как вы дышали деп. Көрдіңіз бе? Бірақ біздің табиғат ана мынауда фильтр екен, бір кезде моды болды әлгі, білесіздер ғой, гландыны сылғызып ұстау, жүрек кәсері бар деп. Сонда алдырып тастап едім. Соны кішкене простуда болса, бірден мына жерге түседі. Сөйтсем, мынау бәрі фильтр екен ғой, микрофтардың бәрі. Ал енді сол мұрынға байланысты тамақ шай дәрілерін етем, әлгі аспирин, ойбай давление дейді, анау дейді, мен біреуін ішпеймін, керек те жоқ. Дәрінің ешқандай қажеті жоқ. Құнарлы тамақ ішуге тұрсам, мен қазір өз мына печеньяңызда,
Жаңғағымыз бар. Мынау жақсы, мынау мысалы химия болуы мүмкін. Керемет жайнау. Мына жаңғақ жақсы, қуат береді. Мына өзіміздің кептірілген кептірілген әлгі өрік мейіз, қант пен шай, ішемай, жесемай дейді екен баяғыда. Бұл өз арман болды. Конфеттің әр түрін жеймін, конфеттің әр түрін қымбатын жеймін бірақ. Өзімнен, иә. Қаншалықты қымбат? Мысалы, килограммы 15 мың, 20 мың тұратын конфеттер де бар екен. Енді 23-4 мың конфетін алып жеймін. Шоколадын да жақсы жеймін. Қара шоколад дейді мысалы. Жақсысын қалай таңдайсыз? Енді өзім білем, өзі натуральный болады. Шетелге барғанда алып келем. Москваның шоколадтары жақсы. Кейін кезде біз Қазақстан деп шығып жүр. Сол шоколад жақсы. Кофе, шай ішілмін. Анау Ленинград тоқып жүргенде 565 мостыр. Сонда теңіздің үстінде тұр ғой. Күнде жаңбыр, күнде бұлт. Сол Санкт-Петербургтың адамдары кофе ішіп жүреді. Таңертең тұрғанда бұлт болып тұрған тұра алмай қаласың ғой. Сол мына жаққа Қазақстан келгеннен кейін шай ішілмін. Шай ішсең көңілің жай, сарайыңды ашатын, шаршағанын басатын дейді ғой. Мен бәйгеге көп шаптым. Бәйгат мысалы бір жыл жіберсе, қарын кетеді, шабалмай қалады, май жиналады, оны жаратады кәдімгідей. Негізі менің байқағаным, жылқыға отырған ер азаматтың денсаулығы осал болмайды. Мынаусын жақсы айтты. Жоқ, негізі жылқының үстінде, аттың үстінде отыру. Есіме жақсы салды. Қазір 30 жаста, 40 жаста простатит деген бәле болды ғой. Компьютерде отырады, не қимыл жоқ, келеді диванға жатады, қимыл жоқ. Біздің атам қазақ, мен әкем 60-ында туған. Шешем елінде. Сіз 60 жаста? 60 жасында. Сонда айтыптым, енді көп бала болған. Сонда айтты, мына енді шешелерін тоқтайды ғой, осыдан кейін көтермес, Кенжеғали қояйық деп. Кенжеғали қойған сол. Осыған байланысты әлгі айтеген, мысалы, Қан Бибесен Қараева деген алып жүрді, Шымкент облысын аралап, Абайды насихаттап. Өзбекстан Бостандық ауданына келдік. Қазақи жер ғой, қазақ ауданы, бірақ Өзбекстан кіріп кеткен. Енді сұрады ана әкімі, әкеңіздің кенжешісіз бе, қалай қойған деп. Мен айттым, әкем кенжесім, әкем 60-шы, шешем 50-ге жақындаққа туған екен. Жаңағы Қушкеш, Қан Бибесен Қараева қарап отырып маған. Әй, Кенжеғали, сол заманда туғанның бақытты екенсің. Қазіргі заманда болса 60-та аборт болып кетер едім. Атқа мінудің, жаңа есіне жақсы салдың. Мысалы 25-30 шақырым ерсіз шауып келеміз. Соның бары мынау белге, тақымға, ана бездерге қандай не? Мысалы жорға жүргенде жорға әртүрлі ғой. Соның бәрі жаңағы простатитка. Мынау тізеге, белге, атқа мініп бір сағат жүріп келсең көңілің. Енді сіздің мына дене бітіміңіздің сымбаттылығы негізінен сон құпиясы енді ол да бар, иә? Жылқыға міндіңіз бала кезінде. Енді спортпен спортпен ол өз алды. Енді мысалы менің өзіме айтып жатады, сен бетіңе не жасайсың деп. Мысалы менің жасыма лайық дейікші, иә? Ал сіздің мен қарап отырсам, терең әжім көріп тұрған жоқпын сізден. Енді дәл қазір жақында тұрмын ғой, енді экраннан қалай болатынын білмеймін. Сіздің теріңіздің құпиясы неде? 60 жастағы азаматтың енді бұндай болады деп ойлаған жоқпын мен. Енді мысалы кейбіреулер таң атқанға дейін ұйықтамайды. Таңертең барады, шаршаған, соның бәрі әжім пайда болады. Әжім суда? Арақ құрғыр шайтан су деймін, арақ ішпеймін, темекі тартпаймын. Арақ ішкеннен кейін адам мысалы таңның атқан, күннің батқанын білмей, жүрек соғып тұр, оланы бауырға дәсері бар, соның бәрі организм, ол темір емес қой. Тарта береді. Месаров емес қой, соның бәрі әсер ететті білмеймін, бетім қандай екен. Жалпы организм. Мысалы түнде тамақ ішіп арақ ішсем, мысалы, 1-2 рет ішіп көрдім. Таңертең басың ауырады, дел салсың, миың жартылай жоқ, денең де бір түрлі, дел салдың, ойы да дел сал дегендей. Сондықтан сол жағынан өзімді өзім сақтаймын, өзімді өзім баптаймын. Енді Кенжеғали мырзаның айтқанындай, ең бірінші кеңес дене шынықтыру, таңғы жаттығу, жалпылама дене жаттығулары, содан кейін дұрыс тамақтану, сосын сіздің спортпен шұғылдану, оның кейін уақытында жату, уақытында тұру, дұрыс ұйықтау. Әрине мына заманда енді жүйкең жұқармай тұрмайды, көшеден көлікке жүгіріп бар жатқанда да кейде өнер адамдар өз, енді сенде өнер адамсың ғой, журналист. Бізге өнер адамдар әлгі кейбіреулер болады, не айтсаң да әлгі үстіңнен түйе жүріп жатса да мыңқ етпейді. Мына өнер адамдар кірпияз келеді. Мысалы, сен маған бүйтіп ұнатпай бір қарадың ба, жүрегіме диққат етседі. Өнер адам сондай тез қабылдайды. Сол ойыңнан кетпейді. Кейде ұрысып қаласың, кейде бірдем айтып қаласың, эмоционалды адам кейде бір жасыратын жоқ, боқтап жіберуі мүмкін. Сонда 1-2 сағат 15-20 километр жүріп келсең, соның бәрі сергейді,
жақсы ұйықтайсың, әлгі түнде ұйқы күнде күлкіден айырмасын дейді ғой. Сонда жақсы ұйқы сергек жүресің. Енді біздің көрермендерімізге бір тоқ етерін айтып, кеңесіңізді бөлсіңізші. Мына балаларға шақырғандарың дұрыс. Бұлар қазіргі әлгі сорғыш сияқты сорып алады. Есінде қалады бұлар. Сондықтан өздерінің өзін тәрбиеп, мысалы, неден аулақ болыңдар? Арақтан, шылымнан. Мен білмеймін, советтік адам жастар келе жатады, мына қолда шылым, мына жақта сыра, ондан қандай кейін шығады, ол қандай бала табады, ол қандай семья құрады, осы жағына. Сол жағын аулақ болыңдар. Онымен білімдер болыңдар, кітап оқыңдар, кітапты сіңіріңдер, компьютерін көре сап. Гуглдан қарай бермей бәрін десеңші. Бәрін қарай бермей. Спортпен шұғылданыңдар. Онымен әрге көз көрген тамақтың әрі талғап жеңдер. Мен өзім қандай тамақты гастрольге шықсам, өзіме керегімді, шайымды, шайнегімді, сырым бар, ірімшігім бар, керек тамағымды алып жүрім. Басқан ресторан тамағында онша ұнатпаймын, жасыратын жоқ. Тұзы ашты болуы мүмкін. Әйтеуір үстін себелеп қойғанмен астында бірдеме болады ғой, кеше қалған дүние атыра білемін. Сондықтан жазсыңдар ғой енді екі нәрседе қателеспеңдер. Біріншіден мамандық дайындауда сендер жассыңдар ғой. Екіншіден жар таңдауда. Осыдан қателеспесіңдер ғой. Иран Ғайыптың бір өлеңі есіме түсіп тұр. Мәңгі мазмұн мәнімен дақ түспейді алтынға, тәнім қартайғанымен жаным жасыл қалпында. Ой, қандай керемет. Рахмет сізге әңгімеңізге. Үнемі жас болып жүре беріңіз. Рахмет.